А, Махамбат кәрім, мына жерде халық бәрі естіп отыр ғой. Сондықтан дағы біз қазақ болған соң сөзді көп сөйлейміз. Мен сізбен солай келістім ғой, нақты нұсқа болсын деп. Оны жаңағы айтқан тарихын мен білмесем несіне, оны мен сізден сұрап отырмын. Оның бәрін маған баяндап керек қажет емес. Мен қазығұрт сөзінің мағынасын ғана сұрадым сізден. Қазығұрт деп аталу себебі кеме тоқтап Нұх пайғамбар сол жерден қазығын ұрған. Сол жерден қазығын ұрып, біздің қазақта салт бар, білесіз ғой. Қай жерге мекен тағайындағанда ең бірінші қазық ұрады. Сол қазық ұрған жерге отау тігіледі, қазық ұрған жерге ел қонады. Сондықтан дағы адам баласының жаңа өрлеуі сол Нұх пайғамбардан сол жерден өрбіген. Сондықтан дағы ол қазық ұрды деген сөздің мағынасы Нұх пайғамбар қазық ұрды деген сөз. Енді ол тағы да транскрипция айтыла келе қазық ұрды деп қысқарып қалған. А негізі нақты түбірі қазық ұрды, кол забил деген сөз. Жарайды. Енді жаңа айттым ғой сізге. Жауапты білмесеңіз, оны арланбаңыз. Бірде-бір пенде дүниенің бәрінің жауабын білмейді. Оны Алла ғана біледі. Даже пайғамбарлардың өзі бірінің жауабын бірі білмейді. Жақсы. Соңғы жерде сіз менің айтқанды сұрағыма мұқият болмадыңыз. Өйткені мен Тәңір деген дін деп айтқам жоқпын. Мен сіздерге Тәңір деген не деп айттым? Дін ба, дін емес па деп айттым. Сол сұрағыма сіз жауапсыз қалдырдыңыз. Және де жауабын дұрыс түсінбедіңіз. Мен сізге айтайын. Тәңір деген дін емес. Тәңір деген сенім. Жалпы алғанда барлық дін дегеніңіз ол сол сенімге апаратын жол. Мысалы үшін жаңағы ислам жолымен жүреміз деген адамдардың бәрі әлі сенімге жетпеген, сенімге баратын жол. Сол ислам дінінде болып, оның ашы тұщын татып барып, адам түптің түбінде ақиқатты білетін болады. Қазіргі исламдар мысалы үшін әруақ дегенге неге қарсы шығады? Өйткені оларда әлі сенім жоқ. Оларда тек наным ғана бар. Ал біздің қазақ Құдайын да таныған, әруағын да таныған, то есть көк пен жердің білімін білген. Демек, біздің қазақ сенімге жеткен халық. Сондықтан дағы қазақ халқы Тәңір деген сенімді ұстанады. Сенім болатын себебі ол жерде ешқандай шариғат жоқ, заң жоқ, ананы істе, мынаны істе деген сөз жоқ. Ол бір-ақ нәрсе. Таңғы ас Тәңірден. Тәңірім қаласа болады. То есть Тәңірді толық білген халық. Значит, біздің еврейлерден қайсысынан болсын артықшылығымыз, біз сенімді меңгерген халықпыз. Тәңір деген сенімді. Сондықтан дағы міне олар әлі жеткен жоқ. Иудей де, мұсылман да, христиан діні толық ақиқатқа жеткен жоқ, сенімге жеткен жоқ. Өйткені сенім, адам дінде жүреді да сенімге жетеді. Сенімді меңгергеннен кейін барып ақиқатқа жетеді. Олар әлі сенімге жеткен жоқ. Ал біздің қазақ халқы сенімге жетіп тұр. То есть жаңағы шариғат пенен жаңағы тарихат деген рухани әлем, шариғат деген жердегі заңдылық. Сол екеуін де меңгерген халық. Көрдіңіз ба? Сондықтан дағы біздің қазақ халқына сондай бұйырған, мен айттым жаңағы, түптің түбінде жаңағы қыпшақ болсын, қазақ болсын, бәрінің тегі бір-ақ халық. Сондықтан дағы тегі бір деген сөз сонан шығады. Ал ендігі жерде біздің сенімге жеттік деп айтатын себебіміз, біз Алланы да білеміз, әруақты да білеміз, тау мен тастың сырын білеміз, бүкіл жаратылыстың не екенін біз толық сенген, және де соны сеніміміз арқылы басқарған халықпыз. Біз ешқандай да отқа табынған, суға табынған халық емеспіз. Өйткені біз судың не екенін, оттың не екенін, оның қандай киесі қасиеті бар екенін, бәрін білімін жинаған халықпыз. Сондықтан да қазақ халқы бүкіл адамзаттың көшбасшысы болатын осыдан. Біз оларға сенімді үйретеміз. Шариғатты да орнатамыз оларға. Мұхаммедтің шариғатының үстінен Исаның христиан әлемінің тарихат ілімін әкелеміз. Оның бәрі біздің қазақ халқында бар. Ол бірдеңіз. Екіншіден, араб деген ол түкке тұрғысыз далада қаңғып жүрген халық еді. Бірақ олардың арасынан пайғамбар шықты, Құран түсті. Сондықтан олар бүкіл әлемге цивилизацияның орталығы болды.
еврей халқы да түкке тұрғысыз еді. егер де онда 124 мың пайғамбар шығып, олардың барлығы кітап түсіріп, алланың сондай жаңағы барлығы есін жеткізгендіктен. Қазір біздің қазақтың балаларының өзі арабша сөйлеуге құмар. Неге? Өйткені ол аты шыққан халық. Ендігі жерде біздің қазақты бүкіл ел мойындау үшін қазақтың да солай аты шығу керек. Ол қазақтың аты қашан шығады? Егер әкім қазақ деген халық алланың келген елшісінің соңына еріп, елшінің қасында сіздейсіздер, әр мамандықтың иесі болған, әр шындықтың иесі болған адамдар бәріміз біріккен кезде, алланың елшісінің көк туының астында орнаған кезде, біз бүкіл әлемге қазақтың жаңағы тәңір сенімін, сол арқылы діндердің басының қосылатындығын жеткіземіз. Қазақтың даналығын, дүние танымын, әрбір сөзінің мағынасын, әрбір істеген ырым-жырымдарының бәрінің мағынасын тегіннен тегін емес екенін үйретеміз. Сол кезде ғана олар, қазақ деген ол алланың елшісі мен оның қасындағы серіктестері болған, олар сондай дана, өйткені біз деп қазақтың тіліне құмар болады. Біз неге арабтың тіліне құмармыз? Өйткені ол Мұхаммедтің тілі болған, Құранның тілі болған. Олай болатын болса, қазақ халқының есіңізде болсын, тарихта адам істейді, жалғыз адам. Бірақ оның киесі, оның қадір қасиеті бүкіл халыққа тарайды. Мысал үшін, мынау Қытай халқын Конфуцийдің айтсаң болды, ол Қытай ғой, ол керемет қой деп шыға келеді. Сол сиқылды әр адамда жалпы талпада, жалпы тобырда онда ақыл болмайды. Алла ақылды ішінен адамдар шығарып, солар жаңа халықтың деңгейін жоғары көтереді. Сондықтан дағы осы жерде мен сізге шығып отырған себебім, сіз бен біздің басымыз қосылып, Алланың көк туының астында қазақтың тәңір деген сенімін бүкіл елге таратып, соның негізінде исламның шариғатын, Исаның ілім тарихатын біріктірген кезімізде, әруақтың екенін, Алланың екенін елге көрсеткен кезімізде, бүкіл дүние жаратылыстың қадір қасиетін анықтаған кезде ғана қазақтың сөзі де өзі де көкке өрлейді. Міне, ал енді қазіргі уақытта бүкіл еврей халқы, бүкіл арабтар барлығы анау келеді, мынау келеді, Мағди келеді, тағы бірдеңе келеді деп тосып жүр. Олар тіптен қолдан да жасауға дайын тұр. Ал біздің қазақ, сіз бен мен сиқылды ішіндегі асыл қасиетті ұлдарын балағаттап, боқтап, жаңағы сіз айтқандай имамдары түгел жоққа шығарғаннан басқа түк бітіріп отырған жоқ. Сондықтан да, бірақ бұған қазақ халқының кінәсі жоқ. Осындай ортамыздағы надан моллалар, надан ғалымдар шыққаннан кейін барып, олар сіз бен біздің аузымызды жауып, қазақты өрлетпей отыр. Сөйтіп отырып, қазақты өрлетеміз дейді. Түкте шықпайды. Ол үшін сіз бен біз көк туды желбіретіп, қазақ халқын, мысал үшін, Назарбаевты бәрі жамандайды. Назарбаев деген анау ауанға шейін бүкіл басқа континентте халықтардың бәріне қазақ халқының жай қарапайым үлгісін көрсетті. Қазақ деген мемлекеттің көк туын желбіретті. Соның өзі неге тұрады? Менің қызым Америкаға барды, мысал үшін. Сонда барғанда Қазақстан дегенді көбісі білмейді. Назарбаев десең, білеміз деп айтады. Міне, қазір Назарбаев арқылы Қазақстанды біліп отыр. Ал енді сіздей, біздей адамдардың соңынан еріп, біз бүкіл әлемге ақиқатты дәлелдеген кезімізде, олар айтады, қазақ деген кім десе, олардың ішінен елшілер шыққан, олар осындай бүкіл ақиқатты бізге үйреткен, сондай халық екен ғой бұл деп шығады. Негізі сізге мен айтайын, әрбір қазақ пайғамбар, 40-тың бір қыдыр дейді қазақ. Пайғамбар деген неге ұғымын айтайын сізге. Пайғамбар деген айтылған сөзді дұрыс қабылдап, дұрыс түсініп, және басқаға дұрыс жеткізген адамның бәрі пайғамбар. Қазіргі уақытта пайғамбар неге жоқ? Барлығы айтқан сөзді ұқпайды, ұққанын жалған ұғады, сосын оны апарып тұрып өзінің пәлсапасын қосып өтірік елге жеткізеді. Сондықтан да біз бүкіл қадір қасиеттен айырылып отырмыз. Қайталап айтамын, қазақтың бәрі пайғамбар, егер де олар өзінің ана тілінің қадір қасиетін, әдет салт ғұрпының қасиетін біліп, оны түсініп, және басқа елге жеткізген кезде ғана. Сондықтан да жалпы қазақ деген сөзде мынандай не бар? Ел Алланың бір аты дейді. Халық емес, халық деген сөз жоқ. Ел деген сөз
Бұл еврейде де, арапта да иллах дейді, көрдіңіз бе? Иллахим дейді. Қазақ айтады ел дейді. Осының барлығы Құдай деген сөз. Құдайдың нағыз аты иллах. Түсінсіз ба? Сондықтан да айту керек. Халық Алланың аты емес, ел деген сөз Алланың бір аты. Сол ел деген сөзге ие болып отырған қазақ елі. Сондықтан да ол жаңағы қазақтың пайғамбарлық қасиетін көтеріп отырған адам. Ал әлгі бәленбай заманда тауға қашалған, тасқа қашалған, қайдағы бір нелерге нетілген, оның барлығы дұрыс білгеніңіз. Бірақ та оның бәрі түкке тұрғысыз, егер де оны бүкіл ғалым мойындамаса. Біз оларды мойындату үшін өздерінің кітаптарынан дәлел табамыз. Өздерінің айтқан сөздерінен өздеріне қарсы дәлел табамыз. Міне сонда ғана, мысалы үшін, Тәуратта былай деген сендер қате түсіндіңдер деп түсінген кезде олар, Тәуратты білеміз, бірақ қате екенін білмеппіз, кешіріңіз дейді. Ал сіз менің бабам тасқа қашап кеткен деп немене тас тарқалап жүресіз ба? Оның барлығын білген дұрыс. Кейін қазақты бәрі түсініп, бәрі қабылдап, бас иген кезде біз сонда ғана жаңағы тауымыз бен тасымызға кеп көздерін шұқып көрсетеміз. Міне достым, мәселенің бәрі қайда жатыр? Рахмет, ғалымдығыңыз көрініп тұр, өйткені ең бастысы сіз Алланың елшісі деген сөзді қабылдап отырсыңыз. Басында мен де сізді дұрыс түсінбеген шығармын. Сіз басқаға өкпелегеннен кейін соның ішінде мені де қосып жіберген шығарсыз. Не болмайтын болса, мен туралы айтпаған шығарсыз. Жақсы достым, өте тамаша. Мынау қазаққа жаныңыз ашығаныңыздың бәрі дұрыс, бірақ қазаққа жаным ашиды екен деп, менен басқаның барлығы жалған, мен ғана көзін шұқимын деп айтпаңыз. Осындай әңгімені Тоқтар Абыз деген айтады. Ол да білем, қазақты жақсы көреді. Барлық айтқан сөзінің ішінде нәр бар, бірақ сөйте тұрып, Тәңірді тану үшін Алланы жоққа шығарғысы келеді. Тәңір деген, мен сізге қайталап айтамын, ол Алланың бір статусы. То есть қазақ, түркі халықтарына ол өзін Тәңіріңмін деп таныстырған. Тәңірім деген сөздің нақтылы мағынасы Алла келіп, мен сендердің билеушіңмін деген. Біз құп деп бас иген халықпыз. Сондықтан Алла өзінің ақиқатын бізге төгіп кеткен. Ал еврейлерге барған кезде олар соны түсінбей қалған. Арабтар Раббым деді, бірақ та әруағын мойындамады. Ал біз Алланың барлық даналығын, барлық ақиқатын, әруақтың, періштенің қасиетін, киенің қасиетін бәрін түсінген халықпыз. Сондықтан да біз былайша айтқанда Алланың дайындап қойған гвардиясымыз. Міне, бір замандар келгенде солардың бүкіл еврей, арабтардың жаңағы түсінбеген ақиқатының бәрін біз түсінеміз. Өйткені біздің түсінетін себебіміз бар. Өйткені соның бәрі біздің халқымыздың әдет ғұрып санасында және әрбір сөзінде қашалып жазылған. Тауға қашалған, тасқа қашалған, бұзаудың терісіне қашалған сөздің керек жоқ. Мәселенің барлығы, бұның барлығы қазақтың жүрегінде, санасында қажалған, әдет ғұрпында қашалып жасалған жағдай. Міне сондықтан да біз сол қазақтың атынан шыққан біз бен сіздер барып, бүкіл әлеммен таныстырған кезде, енді түсіндік. Олар айтады мысалы үшін, ол қазақтан қайдағы пайғамбар шығады, олар надан, қой бағып жүрген халық деген секілді. Әрине, бізді Құдай қой бақтырып қойды. Өйткені біз заманымыз келгенше оларға көрінбеуіміз керек еді. Егер де еврейдің, арабтардың кезінде біз де осындай пайғамбарлығымызды көрсетіп қойсақ, бізді қырып салар еді. Бірақ ешқайсысы бізді қыра алмайды, өйткені біз Алланың қорғауындағы гвардиясымыз. Былайша айтқанда алдыңғы топ. Бізді Алла осы уақытқа шейін шаңырағын арқалатып алып келген халық, өйткені бізді Алла жасырды. Мысалы үшін, адам баласы немересін елге көп көрсетпейді 40-нан шыққанша. Өскеннен кейін бетіне күйе жағып, оны боқ мынау, балшықсың деп солай жасырып келген. Сондықтан да заманы келгенде біз қойшы болғанда қойды бағатын емес, елді, бүкіл адамзатты бағатын қойшы боламыз. Біз қойшымыз. Мы пастыри. Жалпы халық қой. Жуас халық. Соның бүкіл адамзатты бағатын халық боламыз. Міне біздің қойшылық қасиетіміз, парызымыз. Бұл қазақ халқының қасиеті, қазақ халқының парызы. Соның перзенті сізбен біз осы халықты сондай деңгейге алып көтерілуіміз керек. Біз ескіге үңілгеннен гөрі алдағы жаңалыққа елді алтын ғасырға бастап апаруымыз керек. Сондықтан дағы артқа шегініп арттан іздегенше алдыдан жол іздеңіздер. Ол жолды сіздер табасыздар. Барлық ғалымдар, мыңда бір ғылымды игерген сіз секілді адамдар бар. Соның барлығы шашырап
ешкімді мойындата алмай қаңғып жүр. Бірақ та бәрі бір жерден бір жүйеге келіп, бір деген сөздің өзі бірге бағыну, бір Аллаға, бір Алланың елшісіне. Не үшін ол керек? Өйткені Алланың жеткен ақиқатын бір-ақ жерден табуларыңыз керек. Бір-ақ тудың астында бірігулеріңіз керек. Бір-ақ жерден ұра берсе, мұзда тесіледі, тауда тесіледі. Бір тамшының өзі тасты тесіп шығады. Неге? Өйткені бір-ақ жерден тамшылап ұрғандықтан. Сондықтан дағы осы сөздің 90 сөздің тобықтай түйіні біз осыны жасауымыз керек. Біз таудан тастан ақиқат іздемей, біз адамдардың арасында қазақтардың жүрегіндегі жауһарын жеткізуіміз керек. Түсіндіңіз бе? Жақсы достым, әрі қарай жалғастырайық.